Сіздерме құрметті достар, видеоны бастамас бұрын мен сіздерге бір хабарландырып айтқым келіп отыр. Мынандай керемет бөлме гүлдеріне арналған 7 түрлі қоспасы бар топыраққа заказ беретін болсаңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар. Мен WhatsApp номерімді экранға қалдырып кетемін. Және онымен қоса көптеген тыңайтқыштар бар, препараттар бар, гүлдеріңізге байланысты, гүлдеріңіздің ауруына байланысты препараттар мен тыңайтқыштар таңдап беруге көмектесе аламын. Назарларыңызға рахмет. Құрметті достар, бүгінгі видеода мен сіздерге барлық фикустарымның түрлерімен бөліскім келіп отыр, және онымен қоса бөлме гүлдеріне жасайтын іс-әрекеттерімді бөлісіп көрсеткім келіп отыр. Назарларыңызда фикус лирата, бұл туралы менде видео бар. Бұл өзін өте жақсы сезініп жатыр. Гүлдеріңіз жақсы өссін, жақсы жапырақтарын шығарсын, жапырақтары жап-жасыл әдемі болсын десеңіздер, топырақ құрамын жақсы жасай біліңіздер. Мен соны айтқым келіп отыр. Және су құйған кезде абай болыңыздар. Мына жерде мына фикус лирата, және мына кеше ғана видеода мына емдеген фикус орех гүлі, және мына жерде напистралистный ала жапырақты фикус түрі, оның астында доллар атроскасы. Жай ғана осылай қойып қойғанмын, поддоны болмағандықтан. Енді мына жерде мына фикус, мына черный принц. Мына фикусым менің өте үлкен, үшеу отырғызылған үлкен тұғы, мен суретін шығаратын боламын. Осы ауырып, бұны емдегенім туралы менде видео бар. Енді қазір өзін жақсы сезініп жатыр. Мына жерде мына қараңыздар, побектарын шығарып, бұталарын өте әдемі көріп беріп, өте әдемі өсіп жатыр. Мына жерде мына ала жапырақты фикус бенджамина. Бұл туралы да менде видео бар. Мен ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Топырағында, алдыңғы видеоларда мен топырағында мынандай шіркейлер жүрген болатын. Мен даже көрсеткенде болатынмын. Енді қарасаңыздар, шіркейлер жоқ. Мен бұған доктор қолдандым. Оның суретін шығаратын боламын экранға. Егер заказ беремін десеңіздер, WhatsApp номерімді экранға қалдырып кететін боламын. Мына жерде де фикус бенджамин, бұл мынандай өрілген түрі. Бұл жапырақтарын сарғайтып, мына температура ауысқанға бір-екі жапырақтарын түсіріп жатыр. Бұған ешнәрсе етпейді. Жапырақтарын барлығын жуып, тазалап, циркон сепсеңіздер болады. Циркон сеуіп қоямын. Мына жерде мына фикус одри. Бұл фикус одри аналық түрі. Мен бұдан қанша атроска жасадым. Мына өте жақсы сезініп жатыр. Мен бұның мына жақтарын барлығын кесіп тастағанмын көбейтуге. Мына жағында, мына жақтарында барлығын кесіп көбейткенмін. Енді бұл да өзін жақсы сезініп жатыр. Бұлар қандай топырақта отыр деген сұраққа мына көріп тұрсыздар ма? Өте борпылдақ, мына өте ауа өткізгіш керемет топырақта отыр бұлар. Тағы да бір айта өтетін тағы да бір мәселе, бұл мынандай түскен жапырақтарын барлығын былай теріп алып тастап отырыңыздар. Себебі мына жапырақ шірісе, бұл зиянкестерді шақырады. Қазір күз айында температураның жаңағыдай өзгеруіне байланысты осылай стресс алып жатыр гүлдер. Ешнәрсе етпейді, оған циркон сеуіп қойсаңыздар болады. Ендігі қазір менің істейтін әрекетім, мінекей, көріп тұрсаңыздар, кір сабынмен жуайын деп отырмын жапырақтарын барлығын. Кір сабын, кәдімгі мына кір сабын, хозяйственное мыло. Осындай жұмсақ бір марлы, жұмсақ бір матаны алып, осылай кір сабынмен жапырақтарын барлығын жуып шықсаңыздар, өте тап-таза болады. Міндетті түрде одан кейін таза сумен сүртіп шығыңыздар. Сол кезде ешқандай да зиянкестер жоламайды. Мына фикустардың мына қараңыздар, жапырақтары шаң болып қалған. Кез келген үйде осындай болып қалады. Мен 2 аптада бір осылай сүртіп тұрамын. Қараңыздар. Бұл фикустар тазалықты жақсы көреді, жапырағын жуғанды жақсы көреді. Егер мүмкіндіктеріңіз болып жатса, бұлай жумаймын десеңіздер, душ жасасаңыздар болады. Бірақ мен осылай жапырақтарын сүрткенін қалаймын. Егер тағы да ақпараттарды білем десеңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қоңырау шантты басып қойыңыздар, сонда мен шығарған видеоны алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Осылай кір сабынмен суланып жуылған осындай бір матамызды, осылай жапырақтарын барлығын сүртіп шығамыз. Астыңғы жапырақ, артқы жапырақ барлығын сүртіп қойыңыздар. Сонда гүлдер сіздерге рахмет айтатын болады. Мына фикус орехты да кеше мен сүрткенім, пересадка жасап емдеген кезде жапырағын тастаған жоқ, өте жақсы сезініп тұр. Бұған әлі мен бір 3 күндей болып қалды, әлі мен бұған су құйған жоқпын. Себебі тамыры әлі судан кепкен жоқ. Топырағы құрғақ,
бірақ әлі су құйған жоқпын. Мінекей достар, мен кір сабын қосылған сумен барлығын жуып шықтым, жапырақтарының барлығын. Өте әдемі болып жылтырап қалды. Енді таза суды алып, таза сумен қайта шайып шығатын боламын. Қараңыздаршы, қандай жылтырап әдемі болып қалды гүлдердің жапырақтары. Негізі гүлдерді осылай таза ұстаған дұрыс. Егер осылай кір сабымен жуып тұратын болсаңыздар, қараңыздаршы, мына гүлге алдында ауырды деген едім ғой мен сіздерге. Міне зиянкестер тиген, зиянкестердің зияны осындай жапырақтарын барлығын, жасылды шырышының барлығын ішіп қойып, осындай жапырақтарды осындай дақтар қалдырады. Мына фикусым ауаның өзгергеніне байланысты стресс алып жатыр. Одан кейін үйде кішкентай бала болғандықтан біз уже жылытқышты кешкісін қосып жатырмыз. Сол себепті де осындай болып жатыр төменгі жапырағы. Былайша еш нәрсе етпейді, циркон сеуіп, бұларды стресстен шығаруға болады. Міне жапырақтары өте әдемі болып қалды. Мына фикус ореқтың мен өзін қалай сезініп ары қарай алып кеткен туралы сіздермен бөлісетін боламын. Міне Лирата. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де тағы да бір айта өтетін мәселе, достар, топырақ пен тыңайтқыштарға заказ беретін болсаңыздар, бізде Каспий Ред қосылды. Каспий Ред арқылы ала аласыздар. Сау болыңыздар.